Ұсталды. Kevin oyundan çıktı. Esef vereceğim oyun. Sazayın tart Vince. Mene. Ол электростатикалық экранды қолдануда. Бұл әділетсіздік. Кім ең ақылды оқушы? Әрине Винс. Тра-ла-ла-ла-ла. Мен өте ақылдымын. Мен данышпанмын. Мен данышпанмын. Oyun ережесінде мұндай құралдарды қолдануға қашан тыйым салынған? Не істесем де өз еркім. Батырманы өзіме қайтар. Дәл қазір өзіме қайтар. Осы үшін жауап беретін боласың, консервіленген құда. Мұнда кел. Винс пен Чипті көрдің бе? Жоқ, бірақ Винс тезірек осында келу керек. Роза ханымның сабағы басталғалы жатыр. Батырманы кері қайтар, консервіленген құда. Мен сабаққа баруым керек. Сен не білдірдің? Қалай болғанда да, бұған мен кінәлі емеспін. Роза ханым, қатқыл дискімді бөлмемде қалдырып кетіппін. Алып келсем бола ма? Жарайды, бірақ тезірек кел. Сабақ 3 минуттан кейін басталады. Роза ханым, есік ашық, бірақ мен өте алмай тұрмын. Жарайды, байбалам салмаңдар, бәрі жақсы болады. Үлкендердің осылай дегені жамандықтың белгісі. Қайырлы күн, мырза. Мелинда ханым, сізді көргеніме қуаныштымын. Не келсі, мырза? Мұныңыз не? Кешіріңіз, әдейі істеген жоқпын. Артқа құлап кеттім. Бірақ бұл не? Бұл электростатикалық бөгет болуы мүмкін. Қорқпа, Мелинда ханым, мен осындамын. Орталық компьютерден меніңше бір ақау шыққан болар. Бұл жерден тезірек шықсақ екен. Менің клаустрофобиям бар. Жабық жерде өзімді нашар сезінем. Уайымдамаңдар, біз мәселенің себебін анықтап көрмекпіз. Кеттік, жол жөнекей түсіндірем. Сонымен, сабақты бастаймыз ба? Мұнда қанша көзге көрінбейтін қабырға бар? Таңғаларлық. Мектептің барлық жерінде көрінбейтін қабырғалар тұр. Қараңдар, жасыл белгілер электростатикалық қабырғаларды білдіреді. Олар дамылсыз көбеюде. Бұл менің кесірімнен. Мен Винстен қашып жүріп, батырманы жасырма қоймен оны электр тоғының арасына тыққанымда біз етті. Жақсы, менің түсінігім бойынша иондардың толқыны барымаға тарап, электростатикалық өрісті өзгертті. Соның салдарынан орталық компьютер қабырғаларды жүйесіне қосты да... Не? Басқаша айтар болсақ, қатер төнуде. Біз орталық компьютердің бағдарламасын қайта орнатуымыз керек. Егер онда баратын болсақ, алдымен көмек қажет. Ауа баптағыштан соң 9 метрден кейін оңға бұрыл.
Мелинда ханым, жылтыраған шашыңыздың түсі дәл күннің батуы секілді Мұнда жарқырайды. кім бар? Кім бар дейм? Винс, тоқта. Біз көрінбейтін қабырғаның ішінде қамалып қалдық. Менің ешқандай жазығым жоқ, бәріне чип кінәлі. Сен нені күтіп тұрсың? Барып орталық компьютерді қайта жүкте. Қол қусырып қарап тұрма. Дегеніңізге құлдық, Никельс мырза. Айтсаңыз болды, Никельс мырза. Қазіргі күннің балаларын айт. Негізі оларға ер адамның бақылауы қажет. Не де болса қай жерге келіп тоқтап едік? Ал мынау не тағы? Оңға бұрылда 12 метр жүр. Оңға бұрыл дейме? Бірақ орталық компьютер дәліздің соңында сол жақта. Дәліздің арғы бетіне өтуіміз үшін спортзал арқылы барамыз. Достар, тура бара алатын жерге айналып бару деген ақымақтық қой. Тоқтаңдар, спортзал көрінбейтін қабырғаларға толы. Және мұнда мен түсіне қоймаған нәрсе бар. GPS-тің картасына сенуге тиіс емеспіз. Көзімізге қарап жүрсек болғаны. Мына қабырға қалқып тұр. Басқа жоспар құруымыз керек. Аха, мінекей, көзге көрінбейтін қабырғалар әртүрлі биіктікте орналасқан. Біз көзге көрінбейтін шытырманнан шығуымыз керек. Иә, шытырманның баспалдақтары, үңгіртаулар және түссіз платформалары бар. Кеттік, соңымнан еріңдер. Мұнда шығыңдар, достар. Мен жарадым, орталық компьютер, мінекей. Қап! Мында төте жол бар. Ғажап, керемет, үлкен төбеші. Екеуміз бірге сырғанап түсейік. Көмектесіңдер! Хей, мен мұндамын. Шыға алмай қалдым. Мен Никельс мырзаның тапсырмасымен келдім. Мен орталық компьютерді жөндеуім керек. Тездетіңдер, әйтпесе жаңа қабырға пайда болады. Қап, біз кеш қалдық. Винс, біз шыға алмаймыз. Бірақ сенің сол жағында 2 метрде жол бар. Ол жолды өз мақтап алам. Мен бұл істің шеберімін. Мен мектепті құтқарам. Оны қалай жүктеу керек екенін білесің бе? Егер сен білсең, онда қиын түгі жоқ. Винс, сен алдымен желі аралық экранды өшіруің керек. Сонда ғана сен. Айттым ғой саған, мен бұл істің маманымын. Мұнда жалғыз сен ғана бағдарламашы емессің. Бәріміз бір жерге жиналып тұрсақ қауіпсіздеу болады. Қане? Мен сендерге айтпап едім. Қане, одан да сабақ оқиық. Тоқтат оны! Компьютер өзін қоршап алмай тұрғанда тоқтат оны! Әйтпесе жөндей алмаймыз! Сен мені қызғанып тұрсың. Себебі бұл мәселені мен өзім шешем.
айтқан нәрселерді бас. Сөзіңді зая кетірме. Винс айтқаныңды керісінше істейді. Таптым. Alt F12 батырмаларын баспа. Сен өзіңді менен артықпын деп ойлайсың. Өзімнің не істеп, не қойғанымды білем. Орталық компьютер жөнделді деп сені мен айтамын. Микрофонды маған бер. Бұл Винс. Мен барлық мәселені шештім. Мен болмасам бәрі ойдағыдай шықпас еді. Кімге рахмет айту керектігін білесіңдер ғой. Барлық қабырғалар жойылды. Көп рахмет, Винс. Қап көрінбейтін қабырғалар қайтадан пайда болды. Bir амал тап, Винс. Тамаша, бұл істі өзім мойныма алам. Директорға барып ескертейін. Винс құтқаруға келеді. Айтыңдаршы, сонымен кім ақымақ? Винс ақымақ. Фильм Қазақстан Республикалық телерадио корпорация